Қайырлы күн, құрметті студенттер. Біз бүгін кезекті сабағымызды, дәрісімізді жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз Жанақ ақын мен Абай жөнінде болады. Өте қызық тақырып. Қазір біз Абайға осы өз топырағындағы, өз қазақ әдебиетіндегі үлкен ақындардың шығармашылығына қалай әсер еткеніне көз жеткізетін боламыз. Әрине бәріміз бірге. Абайдың әдеби ортасындағы негізгі тұлғалар осы сол 19 ғасырда ғұмыр кешкен Жанақ сынды, Дулат, Шортанбай сынды ақындар. Ал енді бүгінгі тақырыбымызды біз Жанақ пен Құнанбай арасындағы байланыстан бастаймыз. Сосын Абай поэзиясындағы Жанақ жырларының кестелеріне тоқталамыз. Сосын Қозы көрпеш баян сұлу жыры Абай мен Жанақты жалғастырар рухани көпір екендігін тағы да бір осыған көз жеткіземіз. Абайға нәр берген әдеби ортасы дегенде біз алдымен айтатынымыз сол Абайдың нағыз ақын болып қалыптасуына әсер еткен ақындар дедік. Сол заманда сөзге ұста биі мен шешені сол замандың, өлеңге жақын жыршылары, негізгі нәрді дегенмен сөз патшасының иелері ақындардан алды. Олар кімдер еді? Олар алдымен сол Құнанбаймен аралас құралас болып Абайға әсер еткен бір топ ақындар. Жанақ ақын, Абай жолы эпопеясында Жанақ ақында Әуезов Садақ деп есімін өзгертуіне мәжбүр болады. Дулатты да Барлас деп береді, білесіздер. Шөже, Сабырбай, Сабырбайды Қадырбай деп атаған, Түбек, ал Түбекті эпопеяда Шүмек деп атаған. Міне осы ақындардың ықпалына тоқталамыз. Бүгінгі бірақ тақырыбымыз біздің Жанақ ақын мен Абай арасында болады. Жанақ ақын Құнанбаймен үзеңгі қағыстыра дос болған екен. Бірақ Жанақтың бізге шығармалары, жырлары өте аз жеткен. Жанақ Сағындықұлы негізінен айтыс ақыны. Ол арғынның Қаракесек Қамбар атасынан шыққан. Құнанбай 1851 жылы шілдеде әкесі Өскенбай биге арнап үлкен ас бергенде, оның ақындық аты елге жайылады. Міне осы жерде Жанақ ақын өзінің қобызымен жылаған елді жұбатып, Құнанбайға жыр арнайды. Жанақ есімін Мұхтар Әуезов жаңа жоғарыда айтып кеттік, эпопеяда Садақ деп өзгертіп алады. Ал енді осы Жанақ пен Абай арасында қандай байланыс болды? Жанақ ақынның жырларын Абай өте жақсы білді дей аламыз. Неге? Себебі екі ақынды алдымен сол бір өмір сүрген заманы байланыстырып тұрды. Екі ақында да сол заманға деген көзқарастан туған ортақ сарындар. Сол ортақ сарындар бір арнаға тоғыса білген. Абай Жанақ жырларын өзіне рухани азық етті. Тіптен керек десеңіз, Жанақтың көтерген кейбір тақырыптарын ары қарай Абай жалғастырып алып кетті. Екі ақында кездесетін тағы бір ортақ сарын ол қоғамдағы рухани жұтаңдыққа алаңдау және тақырып ортақтығы. Жаңа мен айтып қалдым, Абай Жанақтың жырларын өзіне азық етті деп. Мысалы үшін Жанақтың алдыңда күткен күннің түсі суық деп жырлаған Жанақ ақынның жырларындағы осы ойларды Абай өзінің қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайдарман, қартайдық, қайғы ойладық, ұйқы сергек және қалың елім қазағым қайран жұртым деген өлеңдерінде ақындық шеберлікпен жалғастырып, міне сол ойларды биігіне жеткізеді. Жанақтың қазақ жайлы өлеңінде астыңда тақ, аузыңда әмірі жоқ, қолында билігі тайған елді шебер бейнелесе, Абай өзінің бай сейілді деп басталатын өлеңінде сол ойды жаңа пішінге, формаға көшіреді. Елдің шынайы, кескін келбетін көрсетеді. Осы Жанақ поэзиясындағы кейбір керемет ойлардың Абайда қалай жаңа пішінге көшті. Жанақ сынындағы жалпылық ой сарындар Абайдың поэзиялық қазанына түскенде ол дараланып, болыс пен би, қу мен сұм, залым мен надан, ұры сияқты әрқайсысының жеке-жеке портреттері үлкен бір типтік дәрежеде сомдалып шығады. Айталық, жылуы жоқ бойының жылмиғанын еткені, құбылуы ойының кетпей құйтың еткені дейді. Міне осы болыс пен билердің ішкі психологиясын, ішкі дүниесін көрсететін үлкен бір психологиялық мінездеу жатыр Абайдың шығармаларында. Демек, Жанақтың поэзиясында көтерілген тақырып, ары қарай жалпылама тақырып Абайдың
поэзиясына қазанына келіп түскенде олар қарай дараланып керемет үлкен сол бейнелерге психологиялық мінездеме жасайды. Сондай-ақ Жанақ пен Абайдың поэзиясындағы біз тақырып ортақтастығы дейтін болсақ, әсіресе мынау Жанақ ақынның аңға шықсаң алғашқы жауғанда қар деп басталатын осындай өлеңіндегі идеяны Абай толығымен ары қарай өзінің қан сонарда бүркітші шығадағы аңға деген өлеңінде дамытып алып кетеді. Міне екеуіндегі тақырып ортақтығы, табиғаттың адамға сыйлаған бір осы қызық ісін айшықты суреттеумен ұластырады екі ақында. Ал енді сол кезеңдегі қоғамның әділетсіздігі мен жауыздығынан әбден қажыған ақынның бойын аулаққа әкетіп, аңғуы, содан бір ерекше ләззат алуы, өзі ұнатқан қан сонарды өлең қылуы Жанақ ақынның әсері деуімізге толық біздің құқығымыз бар. Ал енді Жанақ пен Абай тек қана тақырып, идея жағынан ортақтасы емес, Жанақ пен Абайдың сөз қолданысында да керемет ұқсастықтар бар. Айталық, Жанақ ақын өзінің шығармасында моласындай бақсының тұрған оқшау, бара алмаймын бас қосқан болса жиын дейді. Ал енді осы ой, осы пікір Абайда қалай жалғасын табады? Моласындай бақсының жалғыз қалдым тапшыным дейді. Бұдан не түюге болады? Бақсының моласы екі ақында да бір жалғыздықтың, оқшаулықтың символ ретінде алынып отыр. Жанақ та, Абай да көптің ішінде жүріп жалғызсырайды. Себебі оларды түсінетін, оларды қолдайтын жан аз. Тағы да бір үлкен мән беретін нәрсе осы Қозы Көрпеш Баян сұлу жыры Жанақ пен Абай арасын бір жалғастырып тұрған рухани көпір іспетті. Қозы Көрпеш Баян сұлу жырының ең көркем нұсқасы Жанақ ақынның нұсқасы. Абай осы жырдың Жанақ жырлаған нұсқасын жазып алып 1884 жылы Потанинге сыйға тартады. Жырдың түркі тектес халықтар ішінде 40-қа тарта нұсқасы бар екен. Орыс зерттеушілері де 19 ғасырдың басында бұл жырға аса қызығушылық танытқан екен. Керек десеңіз, Пушкиннің кітапханасынан жыр нұсқасы табылған. Жырды зерттеуші ғалымдар көне жырдың көркем нұсқасы Жанақтікі десе, ал ертедегі қалпын сақтау тұрғысынан Шөженің нұсқасы бағаланады. Ал Жанақтың ізімен қазір осы соңғы кезеңдерде дәстүр сабақтастығы ретінде Шәкір Әбенов ақын жырлағанын біз жақсы білеміз әдебиет тарихынан. Міне көрдіңіздер ма, рухани көпір ретінде сонау ерте ғасырдан бастау алған осы жырды Шөже де, Жанақ та жырлап, ары қарай Абайдың өзінің Байкөкше, Баймағамбет сияқты өзінің шәкірттері жалғастырып алып кетсе, ал бергі кезеңде Шәкір Ыбыраев та бұл жырды керемет жырлайды. Міне осындай үлкен ақындардың арасындағы рухани көпірді, сабақтастықты біз көре аламыз. Міне осы фонда біз бүгінгі тақырыбымызды аяқтаймыз. Демек, Жанақ ақынның жырлары Абайдың Абай болып қалыптасуына ерекше әсер етті. Тақырыптық тұрғыдан да, дәстүр сабақтастығы тұрғыдан да, ой ұқсастығы, сөз ұқсастығы тұрғысынан да. Рахмет, құрметті студенттер. Енді ары қарай екі ақынның өлеңдерін біз сабақ барысында салыстырып талдаймыз. Сау болыңыздар.